алғыс білдіреді мұғалімдерге? Біріншіден барлық ұстаздарыма шын жүректен алғыс айтамын. Оның ішінде айта кететін болса, және де бастауышпен қоштасқызған Алмагүл деген апа. Ержанова Алмагүл Сейсеновна. Маңғыстау облысы Шұғыдық совхозында 1974 жылы 3 қазанда қарапайым отбасында дүниеге келген. Алмагүл Сейсенқызы Маңғыстау облысы Ақтау қаласының нөмірі 8 орта мектебінің бастауыш сыныптың 1 санатты мұғалімі. Ол 1994-1997 жылдары Маңғыстау гуманитарлық колледжін аяқтап, нөмірі 21 орта мектепке бастауыш сынып мұғалімі болып орналасты. Сонымен бірге, өзінің білімін шыңдауға бірден-бір үлесін қосқан, ізденімпаздығымен қатар хоббиі болып кеткен, ұстаздар арасында өткен жарыстардан шахмат ойынның қалалық облыстық жеңімпазы. Сол жарыстардан бас жүлдемен 1 орындармен оралуда. Сол жарыстар әлі күнге дейін жалғасын табуда. 2007 және 10 жылдары Алматы қаласының Орта Азия университетін оқып, дипломын алды. Алмагүл Сейсенқызы заман талабының қарқынды өсуімен қатар өз білімін жетілдіруде. 2013 жылы Ақтау қаласында Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында 1 ілгері деңгей бағдарламасы бойынша мұғалімдерді оқыту курстарын аяқтап, сертификатпен марапатталды. Алмагүл Сейсенқызы сабақ үдерісінде өзінің шәкірттерінің жетістіктерін үнемі саралап, қадағалап отырады. Бастауыш сыныпта білім берген оқушысы Шаткам Айгерім биылғы 2015-16 жылы нөмір 8 орта мектепте алтын белгі иегері болды. Осындай бүлдіршіндері бар, талапты да талантты оқушыларды тәрбиелеуде, тапжылмай еңбек етуде, соның дәлелдері қалалық облыстық құрмет грамотасымен марапатталды. Мен 1 А сыныбында оқитын Байрамқұлы Әділеттің анасымын. Біздің сыныптың 1 А сыныбының сынып жетекшісі Бержанова Алмагүл Сейсенқызы. Бержанова Алмагүл Сейсенқызы бұл өте тәжірибелі ұстаз. Ол бала бойындағы әрбір бейімділікті көре және оны болжай білу деген бұл әрбір мұғалімнің міндеті деп біледі. Биылғы жаңа бағдарлама бойынша балаларға білім беруде. Оқушыларының сабаққа деген қызығушылығын ояту үшін сабағында әртүрлі қызықты көрнекіліктер, суреттер қолданады. Оқушыларының үлкен биіктерінен көрінетініне сенімдімін. Алмагүл Сейсенқызына творчестволық табыс, еңбегіңіздің жемісін көруіңізге тілектестік білдіремін.